Маған бар ғой бір қызық сұрақтар келеді кейде бір әйел кісілерден ше жігіттер. Енді ол кісілердің де бір ойын осы жерде айтыла кеткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді аноним, аманат нәрсе ғой, бірақ мағынасын сіздер де біле жүрсеңіздер, ол кісілердің айтатыны күйеуім жуынбайды дейді. Бір Құдай сақтасын, енді бір сасық, кәдімгі насыбай атады. Бір ұятта болса енді бір сүйе алмаймын, уже қасына жата алмаймын дейтін хаттар бар да. Енді жігіттер енді оны жігіттер күйеуіне айта ма екен ол кісілер, или бір айтса ол кісілер түсінбей ме екен. Енді бұның бір бүкіл жігіт атаулының бәріне енді қатысы жоқ, бірақ бәрімізге бір қатысты бір жері де бар деп ойлаймын да. Ол қай жері? Біздің осы бір қыздарға, әйел баласына келгенде талабымыз деген бір таудай ғой. Кәдімгі стандарттарымыздан сала құлаш список жасауға болады. Ол мінезі мәйім болсын, жаңағы шашы ұзын болсын, фигурасы білмеймін, бір Айшвария Рай дегендей болсын деген сияқты сала құлаш болып кете береді. Білмеймін, әлгі жақсылыққа да енді ұмтылған жақсы шығар жігіттер, бірақ бір сүйекті жұтарда әлгі артыңмен ақылдасып ал деген сияқты бір өзімізге де бір алдымен бір қарап қойсақ қайтеді деймін де. Енді бір қарнымыз шығып кеткен, бір 10 минуттан кейін шаршап қаламыз, аузымыз еще насыбай болса, ол насыбай өзі айтып тұрғандай нас болса, бір қолтығымыздың шөп шаламы бір шынтағымызға түсіп жүрген болса, енді онда не болды деймін ғой. Енді ол жігіт адам ең бірінші өзінің денесін бір игеріп басқарып таза ұстай алмай жүрсе, ол ертең ол қалай отбасын игеріп басқарады, білмеймін, қалай ойлайсыздар, қалай ол баласына дұрыс тәрбие береді, қайтып вообще үлкен проектілер, жобалардың басы қасында жүреді деп ойлаймын да.